Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгін Біржан Салдың өмір баянын айтатын боламыз. Біржан Сал Қожағұлұлы 1834 жылы қазіргі Ақмола облысының Еңбекшілдер ауданында дүниеге келіп, 1897 жылы 63 жасында туған жерінде қайтыс болған. Ол бозбала кезінен әнші ақындардың қасына еріп, той думанның сәніне айналады. Орынбай, Нұркей, Сегіз сері, Арыстан сынды өнер иелері Біржан Салдың ұстаздары. Біржан Сал орта жүз, Керей тайпасы ақсарынан шыққан. Біржанның үлкен әкесі Қожағұл, өз әкесі Тұрлыбай қарапайым шаруа болған. Біржан алғаш ауыл арасында ән салып, өнер қуған. Бертін келе өз жанынан да ән шығара бастайды. Біржан жас бала кезінде ауыл молдасы Жақыптан оқып, қадымше ескі араб әріпінде хат танып сауатын ашады. Әрі қарайғы уақытта Қожағұл би 7 жасар немересі Біржанды арнайы апарып, өзінің бұрынғы қонысы Бүркеу жақтағы Болатнай медресесіне оқуға береді. Ол қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Преснов ауданындағы қазақ, орыс, татар халықтарының өкілдері аралас тұрған қалашық. Біржан Сал онда медресені ашқан иесі, әрі сол медреседе дәріс беретін ұстаз Керей Иманғабит Ырғызбекұлының үйінде 1841-45 жылдары тұрып оқып, оны тәмам етеді. Біржан Қызылжар медресесінде өте жақсы оқып бітірген. Ол Болатнай, Қызылжар медреселерінде оқып жүргенде араб, парсы, көне түрік тілдерін үйренген. Сонымен қатар 1841-42 жылдардың қысында белгілі әнші ақын, атақты батыр Сегіз сері Бақрамұлы өз тобын бастап барып, омбыда қолөнермен айналысады. Қожағұл қазы, сүйікті немересі Біржанға өзі рұқсат етіп, атбегілік пен құсбегілікті және басқа да өнер түрлерін үйрену үшін оны Сегіз сері тобына қосады. 1842 жылы жазда Біржан ақын атасы Қожағұл биден өнер жолына бір жолата түсу үшін рұқсат сұрап батасын алады. Біржан 17 жасында Көкшетау ауданының сол кездегі аға сұлтаны Атығайдың Құдайберді руының Аңдағұл әулетінен шыққан Зілғара Байтоқалұлы мырзаның ортаншы қызы Балқаш сұлуды алады. Оған арнап ғашығым, Балқаш атты әндерін шығарады. 1865 жылы Абаймен кездесуі Біржан Салдың композиторлық, әншілік, ақындық өнерінің дами түсуіне үлкен әсер етеді. Біржан Сал қазақтың дәстүрлі әншілік өнерін, халық музыкасын жаңа белеске көтеріп, өз шығармаларымен толықтырған ірі тұлға. Жаяу Мұса, Басқараның қанапиясы, Құлтума, Ақан сері, Балуан шолақ және тағы басқалары арқаның атақты ақын әншілері Біржан Салдың мектебінен өнеге алып, оның композиторлық өнерін жалғастырған және ілгерілеуіне мол үлес қосқан өнерпаздар. Біржан Сал әндері өзі өмір кешкен заманның неше алуан оқиғаларын, адамгершілік ізгілік мәселелерін толғап, адам жанының нәзік сезім күйлерін лирикалық әсем сазға бөлейді. Біржанның алғашқы әндерінің бірі Біржан Сал әні. Мұнда жастық шақтың от жалыны да, салдық, серілік салты да, сұлулық атаулыға қызығуда көрініс береді. Айтбай, Ақтентек, Алтын балдақ, Бірлен, Ғашығым, Мәді дәулен сияқты әндер Біржан Сал шығармашылығындағы шоқтығы биік, сыршыл шығармалар, заманның әділетсіздігіне, зорлық зомбылығына деген Біржан Салдың наразылығы, өкініш үні тіпті, оның өмірінің соңғы кезеңінде шығарған Теміртас, Қарасу есік алды деп аталатын трагедиялық әндерінен де айқын сезіледі. Біржан Сал 4 әйел алған және 4 жұбайынан 11 ұлы болды. Бірінші әйелі Балқаштан Ақыл, Алтынбек, Әділбек, Мақұлбек, екінші әйелі Ләйладан Ахметжан, Ахметбек. Үшінші әйелі Айтбайдан Ахметқали, Айтжан, Айтмұхамед,
ал төртінші әйелі әпіштен Теміртас, Қалкен және Асыл мен Ақы есімді екі қызы дүниеге келді. Біржанның өмірінің соңғы жылдары күрделі сынақтарға толы болды. Кәрілікпен бірге кедейлік, аурулар мен жалғыздық келді. Біржан кедейлік пен кәрілікті сабырмен қабылдағанымен, бірақ жалғыздық пен түсініксіздік оған тым ауыр болды. Бітеу қабырға оның жатырқап, тұйықталуына себеп болды. Соңғы жылдардағы әндерінде Біржан қайтып келмес жастық пен даңққа деген сағынышын жеткізуге тырысты. Мұның бәрі айналасындағы адамдар үшін әдеттен тыс жағдай болып көрінді. Олар тіпті Біржанды психикалық ауру деп таныды. Ол соңғы 3 жылын өз киіз үйінде байлауда өткізіп, 1897 жылы ауыр азаптан қайтыс болды. Қайтыс болғанға дейін Біржан балаларына арнап Асыл, Ақық және Теміртас әндерін шығарған болатын. Осы шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.